Облыс әкімдігінде кадрлық ауыс-түйіс. Бүгін аппараттық жиын барысында облыс әкімі Ералы Тоғжанов, Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысының қызметіне Дүйсен Құсбековті тағайындады. Дүйсен Темірұлы еңбек жолын 1992 жылы Қарағанды облысының Шахтинск қалалық прокурорының аға көмекшісі, прокурордың орынбасары қызметтерінен бастаған. 1999-2015 жылдар аралығында Қарағанды облыстық прокуратурасында бөлім басшысы, аға прокурор облыстық сот кеңесінің меңгерушісі қызметін атқарды. 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап Маңғыстау облысы әкімдігінің іс басқармасы бастығының орынбасары қызметінде болды. Сондай-ақ Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметіне Самат Сүлеев басшы болып тағайындалды. Самат Мирұлы Түркия Республикасы Стамбул университетінің магистрі. Еңбек жолын 2008 жылы Хабар агенттігі акционерлік қоғамында корреспондент қызметінен бастаған. 2013-2016 жылдар аралығында Хабар Астана телеарналарының және Қазақ радиосының Түркиядағы меншікті тілшісі қызметін атқарды.